жұмбақтың жауабын тауып, сабаққа жақсы қатысып отырайық. Жақсы ма? Күн ұзарып, қар еріп, су сайларға ағады. Бұл қай кезде болады? Көктем. Бәрекелді, жақсы. Балалар, мен сіздерге бірнеше сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап беріп отырайық. Балалар, жылдың неше мезгілі бар? Бәрекелді. Қандай? Атайықшы. Көктем, жаз, Қыс мезгілі. Әр жыл мезгілінің өзінің бір кереметтей бір ерекшеліктері бар. Жақсы. Келесі сұрақ. Дыбыстар нешеге бөлінеді? екіге. Қандай? Дауыссыз. Жақсы. Неге дауысты дыбыс деп айтамыз? Біз айтқан кезде біздің аузымыздан қалай шығады екен? Еркін шығады. Неге дауыссыз дыбыс дейміз? Біз айтқан кезде дыбыстар қалай дыбысталады? Кедергіге ұшырап дыбысталады. Жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ. Қазақ тілінде неше дыбыс бар? 42 әріп бар екен. Жақсы, бәрекелді. Ал енді балалар айтыңдаршы, осы біз мезгіл деп жатырмыз. Ал енді бір жылда неше ай бар? 17. Bir жылда 12 ай бар екен. Өте жақсы балалар. Енді тақтаға назар аударайықшы балалар. Мына кісіні танимыз ба? Бұл кісі кім? Қазақтың ұлы ақыны кім екен? Абай Құнанбаев. Біз балалар сендермен Абай Құнанбаевтың өте көптеген өлеңдерін жатқа білеміз, иә? Енді осы жыл мезгілдеріне байланысты қандай өлеңін білеміз? Қазіргі көктем мезгіліне арналған жазғы тұрын өлеңін жақсы білеміз. Айтайық па? Барлығымыз бірігіп жазғы тұрын өлеңін айтайықшы. Жазғы тұрын қалмайды, қыстың сызы мақсатында құлпырып жерді жүзіп. Қанбар анталаса ата-ананы езілген күннің көзі. Қырдағы ел, ойдағы ел, ағаласып, үндесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа туған тастардан ойды болсап, сыбырласып, сырласып, мауқымбасып. Боздап, ой боздап, қорада шу. Көбелек құстар сайдан ду-ду. Үлкен ағаш майысы қанатынан сыбыр қағып самғас ағылған су. Балалар қараңдаршы, біздің Абай атамыз табиғаттың бейнесін керемет әдемілеп суреттеген екен, иә? Жақсы. Енді ойланып қараңдаршы балалар, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз барлығы бір-біріне байланысып тұр. Яғни бүгін біз өтетін сабағымыздың тақырыбы К дыбысы мен әріпі екен. К дыбысы мен әріпі. Ертеде К әріпі көктемнің күншуақ күні, күннің жылуы мен көше бойын жағалап келе жатады. Бір мезетте алдынан кірпі шығады. Бұны көрген күн кірпіге айтады: кірпі, сен не істеп жүрсің дейді. Кірпі айтады: мен өзіме азық іздеп жүрмін дейді. Бұлардың әңгімесін естіп тұрған жоғарыда ұшып бара жатқан көгершін кірпіге өзінің достық сезімін білдіріп, оған азық береді. Бір мезетте кірпінің алдынан жол бойынан кенгуру жолығады. Кенгуру кірпіден сұрайды: кірпі, сен не істеп жүрсің деп. Кірпі айтады: мен өзіме азық жинап жүрмін дейді. Кенгуру да кірпіге өзінің азығын ұсынады. Осылайша олардың достығы мәңгілік болады. Шынайы дос жанның айнасы деген сөз осыдан қалған. Балалар, ертегі сіздерге ұнады ма? Ертегіде қандай дыбыс жайлы айтылған? К дыбысы жайлы айтылған екен. Ал ертегіде қандай кейіпкерлер бар екен? Көгершін, кірпі, тағы да кенгуру, күн. Жақсы. Бұл кейіпкерлер
кейіпкерлердің барлығы қандай дыбыстан басталады? К дыбыстан басталады екен. Бәрекелді балалар. Ал балалар қараңдаршы, біз өткен сабағымызда қандай дыбыстармен таныстық? А, Ә, Б, В, Г, Қ, Н, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И. Және бүгін біз сендермен қандай әріпке келдік? Дыбысқа келдік? К дыбысына келдік. Бәрекелді. Балалар, сонымен К дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Кәнекей барлығымыз К деп дыбыстап көрейікші. К. Қалай айтылып тұр? Дауыссыз дыбыс. Дұрыс айтасың, қалай айтылып тұр? Кедергіге ұшырап айтылып тұр екен. Сондықтан бұл қандай дыбыс екен? Дауыссыз дыбыс екен. К дыбысына байланысты тақтада бірнеше суреттерді көріп тұрсыңдар. Қарайықшы, мынау не? Кесе, кеме және көйлек. Енді осы суреттерді біз дыбыстық талдау жасап көрейікші. Кесе сөзін кім дыбыстық талдау жасайды? Мен. Келе ғой. Буынға бөлш, бірінші кәнекей. Буынға бөле ғой. Екі буын сөз бәрекелді. Енді дыбыстық талдау жасай ғой. К дауыссыз, Е дауысты, С дауыссыз, Е дауысты. Неше дауысты дыбыс бар? Екі дауысты дыбыс және де? Екі дауыссыз. Бәрекелді, жақсы, өте жақсы. Келесі, кеме сөзіне кім келеді? Мен. Ясмин. Буынға бөлеміз бірінші? Екі буын. Екі буынды енді қараймыз. Дыбыстық талдау жаса. К дауыссыз, Е дауысты, М дауыссыз, Е дауысты. Дұрыс па балалар? Жақсы, отыра ғой. Келесі, көбелек сөзіне кім келеді? Ақ ниет келе ғой. Дұрыс ниет жаса. Буынға бөл. Көбелек. Неше буынды? Үш буынды сөз. Жақсы. К дауыссыз, Ү дауысты, П дауыссыз, Б дейміз, Б дауыссыз, Е дауыссыз, дауысты, Л дауыссыз, Е дауысты, К дауысты. Енді дауыссыз, иә? Енді қарайықшы, неше дауысты дыбыс бар? Үш дауысты. Енді санайық, неше дауыссыз дыбыс бар? Төрт дауыссыз. Төрт дауыссыз. Сонда К дыбысы қандай дыбыс екен, балалар? Дауыссыз дыбыс. Жақсы, бәрекелді, отырамыз. Балалар, біз әрбір жыл мезгілдерін табиғатпен байланыстырамыз, иә? Енді сендердің алдарында мынандай құпия ауа райы деген бар екен. Қараңдаршы, мына жерде бізде ауа райының түрлі жаңағы көріністері бар екен. Жартылай бұлтты күн, найзағайлы күн, жаңбырлы күн екен. Осының ішінде бізде есептер бар екен. Жасырылған есептер бар екен. Мысалға, мынаған қарайықшы, мына карточкаларды қараймыз. Мынау қандай белгі? Қарайық балалар. Мынау қандай күн ауа райы? Жаңбырлы бұлт, иә? Кәнекей жаңбырлы бұлт қосылған бұлтқа, иә, ашық бұлтқа. Енді қарайықшы, осыны біз сандарды мына құпия ауа райынан тауып аламыз да, есепті шығарамыз. Жартылай бұлтты күн неше болып тұр? Екі. Оған қосамыз. Бұлтты неше болып тұр? Сонда неше болып мына жерге не деп жазамыз? Төртті нешеге қосамыз? Неше болады? Алты болады. Алты саны мына жерге жазамыз. Оған маған екі бала керек. Кім шығады? Кім шығады? Және Айша келсін, және Алихан келсін. Ал балаларға сәттілік тілеп қоямыз. Мынау сендерге керек болады. Түсіндіріп айтасыңдар, е? Сен мынаумен көрсетейін. Ал, бастаймыз. Есептерді шығарамыз. Бастай ғой. Айша, қай есепті шығарып жатсың, айтшы. Айта ғой. Мынау ненің белгісі?
Айша, мына ненің белгісі? Нашалай. А? Нашалай. Я, бұл бізде не екен? Аты. Я, бұрқасын болып тұр, я. Оған қосамыз нешені? Көрсет, қайсы? Жартылай? Жартылай күн. Сонда неше болады? 6-ға 1-ді қоссақ қанша? Жақсы, 7. Келесі есебін шығара ғой. Кәне, Алихан, сіз қай есеп шығардыңыз? Не есеп шығардыңыз? Мұнда қайсы? Қай күн? 4. Содан кейін өзің көрсет. 2. 2. Неше болады? 6. 6. Жақсы, келесі. Мына не екен? Ай, жақсы. Айды қайдан көріп тұрсың, кәне? Көрсете ғой. Ай, жақсы. 9. Иә, күн бұл. Неше? 1. Неше болады сонда? 10. Жақсы. Келесі есебін шығара ғой. Алихан, сіз қайсы есеп шығарасыз? Кәне, мына есеп шығара ғой. Алихан, қайдан көріп тұрсың? Жартылай күн шығып тұр. Бұлттың арасынан қайсынан көріп тұрсың? Жақсы. Неше? 1. 1-ге 1-ді қосамыз. неше болады? 2. Кәне жазамыз. Кәне жылдамдатамыз. Бесті болады 10. Балалар, енді келесі кім жылдам екенін байқаймыз. Мына шашылып жатқан мына жердегі дыбыстарда біз сөз құраймыз. Кәне, кім шығады екен? Мен. Айзере мен Аяла келе ғой. Мен сіздерге 3 сөздер берем. Соны кім жылдам құрайды екен? Мына үрлегіш таяқшалар арқылы. Ал бастаймыз. Қала, сіз қай сөз құрайсыз? Ана, сен қаланы құра. Сен кемені құрашы, кеме сөзін құрашы. Қайда тұр? Айзере, көрмей тұрыңыз ба? Ана сөзін бізде Аяла құрап болды. Келесі ара сөзін құраймыз, Аяла. Мынау қай әріп? Қайда басың? Қанеки? Жақсы, жақсы. Бізде кім бірінші болды? Бірінші болған екен. Жақсы, бәрекелді. Отыра қойыңдар. Балалар, кәнеки маған қараймыз. Мұқият назар аударамыз. Мына сендердің алдарыңда, барлықтарында көптеген дыбыстар жатыр, иә? Көптеген дыбыстар жазылған екен. Осы көп дыбыстардың ішінде бүгін қандай дыбыс өттік? К дыбысын тауып белгілеп жазамыз. Белгілейміз. Кестік па? Ал бастаймыз.
Сонымен біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? К. К